Алматыда парламент мәжілісіндегі әлеуметтік мәдениет даму комитетінің мүшелері білім саласы өкілдерімен кездесті. Елбасының Қазақстан жолы 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты жолдауында атап көрсетілген міндеттерді орындау барысын талқылады. Депутаттар 80 жылдық тарихы бар Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінде болып, білім ордасының тыныс тіршілігімен танысты. Қазба жұмыстарынан бастап ғарыш әлемінде игеру бағытында еңбектеніп жатқан бұл білім ордасының арнайы зертханалары мен заман талабына сай ашылған орталықтарын аралады. Әсіресе ғалымдардың баламалы энергия көздері туралы жобалары көңілден шықты. Дегенмен мұнда келудегі мақсат техникалық, инженерлік, программист кадрларын дайындау мәселелерімен танысу. Себебі дамыған осы елдің қатарына кіру үшін алып өндірістер ашып, онда білікті мамандар жұмыс істеу керек. Дариға Нұрсұлтанқызы осы жылдың мамыр айында кадр дайындау мәселесіне байланысты парламентте үлкен жиын өтетінін атап өтті. Әрине, онда кадр дайындау мәселесінің ұтымды және кемшін тұстары да ескерілетін болады. Қазіргі кезде енді жаңағы менің сұрап атқаным, жаңағы электротехниктарды дайындап жатырмыз, автоматизированный станцияларда жұмыс істейтін мамандарды дайындап жатырмыз. Енді менің сұрайтыным, олар ертең қай жерде жұмыс істейді? Олардың айлығы қандай болады? Бізде ондай өндіріс бар ма? Олардың мамандығын жаңа қолдау үшін. Сондай сұрақтар туып жатыр. Сондай-ақ парламент мәжілісінің әлеуметтік мәдени даму комитетінің депутаттары Алматы қаласындағы бірнеше мектеп басшыларымен кездесіп, ондағы хал ахуалымен, нақтырақ айтқанда мектеп оқушыларының ыстық тамақпен қамтылу мәселелерімен танысты.